Marvel Studios 2025 жылғы Суперболда найзағайшылар фильміне арналған жаңа трейлерді ұсынды. Бұл фильм сәтсіздікке ұшыраған жалдамалы жауынгерлер тобы жайлы. Трейлерде жаңа қаһармандар кіммен шайқасатыны ақыры анықталды. Сәлем, бұл Миратрикс, бәрін рет-ретімен қарастырайық. Америкаға жаңа қорқынышты қауіп төніп тұр, ал кек алушылардың жоғына бірнеше жыл болды. Дәл осындай уәжбен графиня Валентина Аллегра де Фонтейн үкіметке өз жеріндегі өлім жасағы, яғни Suicide Squad нұсқасын құру идеясын өткізуге тырысады. Бұл топқа жаңа қара жесір Елена Белова, Баки Барнс, ақш агенті Джон Уокер, қызыл сақшы Алексей Шостаков, Елес пен Таскмастер кіреді. Алғашында бұл фильм өлім жасағы мен галактика сақшыларының қоспасы болады деген ой келген еді. Алайда соңғы трейлерден байқағандай, бұл 2012 жылғы кек алушылардың әлдеқайда сәтсіз және құдіретсіз нұсқасы болып көрінеді. Бұл команданың қайдан шыққанын және әр кейіпкердің тарихын түсіну үшін Сұңқар мен Қысқы сарбаз сериалы мен Қара жесір және Құмырсқа адам мен ара фильмдерін еске салған жөн болады. Ал енді ең басты жаңалыққа көшсек. Бұған дейін-ақ белгілі болғандай, найзағайшылар алғашқы фильмінде сағатшымен жолдары түйіседі. Marvel комикстерінде бұл кейіпкер ең мықты супер қаһармандардың бірі. Роберт Рейнольдс DC әлеміндегі суперменге ұқсас. Негізінде сағатшы бастапқыда мейірімді қаһарман, бірақ оның ішінде түнек атты зұлым жасырылған. Фанаттар басты кейіпкерлердің сол сағатшының қараңғы нұсқасымен күреседі деп болжаған еді. Трейлер бұл теорияны растады. Зұлым кейіпкер Нью-Йоркты түнекке бөліп, адамдарды көлеңкеге айналдыруда. Шыны керек, соншама адамды жасөспірімдерге арналған рейтингтен шықпай қырып салу үшін өте мықты ойлап табылған антагонист. Сағатшының күші күн энергиясымен байланысты. Қызығы, түнектің бейнесін трейлерде көрсеткен жоқ. Бәлкім спойлер болады деп қорыққан шығар, немесе кейіпкердің келбетін соңына дейін жасап үлгермеді ме спецэффектпен, білмеймін. Бір білерім, комикстердегі сағатшы сары көк аралас костюм кисе, түнек қызыл қара киімде бейнеленген. Комиксте сағатшы күшін супер сарбаз уколын енгізгеннен соң келінеді. Найзағайшылардың ішінде тура сондай уколдан өткен Баки, ақш агенті мен қызыл сақшы бар. Алайда мынандай күші бар адамды қалай жеңуге болады деген сұраққа жауабым жоқ. Комиксте түнекті Доктор Стрэндж пен Рид Ричардстың көмегімен ақ жеңетін, мысалы, дегенмен бір-бірімен жұмыс істеп көрмеген команданың жиналып алып, бұрын соңды болмаған зұлымдықты жеңгенін бірнеше рет көрдік емес пе? Өлім жасағының 2 бөлімінде мысалы, немесе кек алушылардың 4 бөлімінде тағысына тағы бір амалын табады. Көрерменге сол амалы жақса болғаны. Фильмнің айналасындағы жүрген сыбыстарға сенсек, фильмде Мэтью МакКонахи ойнайтын Норман Осборнды, Мистиктің камеосын, тіпті Дэдпулды көруіміз мүмкін. Және тым қатты көрінетін кейіпкерлер өлімін көруіміз мүмкін деген әңгіме бар. Суперболда көрсетілген трейлерде ол сыбыстарды растайтын ешбір кадр табылмады. Алайда сағатшының кек алушылар мұнарасында отырғанын ескерсек, Норман Осборн фильмнің жасырын антагонисті болып шығуы мүмкін. Комиксте кек алушылар мұнарасын Норман Осборн сатып алып, онда қараңғы кек алушыларды жинаған еді. Кім білет, мүмкін фильмнің атауындағы жұлдызша найзағайшылардың қараңғы кек алушыларға айналуының белгісі шығар. Яғни екінші бөлім шыққанда ол қараңғы кек алушылар деп аталады, найзағайшылар емес. Айтпақшы, фильм Marvel киноғаламының көп қиындық көрген 5-ші фазасын аяқтайды. Сондықтан оған үлкен үміт артылуда. Marvel қазіргі кезде фанаттардың көңілі толмайтынын жақсы түсінеді. Мүмкін сондықтан да болар, олар өткен жылдың хиті ұрыс-керіс, яғни грызня, биф деп білсеңіздер болады. Сол сериалға жауапты режиссер мен сценаристті шақырған болатын. Олар топ ішіндегі күрделі қарым-қатынасты шебер жеткізе алатын мамандар. Найзағайшыларда олардың бағы жана ма, әлде ойларының барлығы студияның шешімінің астында қалып кете ма, оны 2 мамырдан бастап білеміз. Сол кезде найзағайшылар фильмі кинотеатрларда басталады. Ендеше келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.